Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ұйықтар алдындағы бет күтімі жайында сөйлескім келеді. Ең бізге бірінші этапымыз ол міндетті түрде бетіңізді тазалап алу. Мицеллярный сумен болмаса, молочко үйде не бар, сомен осылай жақсылап беттегі макияжды кетіру керек. Макияж болмаған күннің өзінде осылай мицеллярный водамен бір сүртіп өткен жөн. Жақсылап сүртіп алғаннан кейін өзіңіздің умывалкаңыз, менде Тони Молидікі, осылай ең бірінші қолда көпіртіп алған дұрыс. Умывалкаңызды жақсылап қолда көпіртіп аласыздар, одан кейін барып бетіңізге жағу керексіз. Көп деген адамдар сразу бетке жағады, ол дұрыс емес. Бірінші қолыңызда көпіртіп алуыңыз керексіздер. Одан кейін бетті жуып тастағаннан кейін осылай креміңізді жағу керексіз. Крем жаққанда массажный вариантпен жақсаңыздар, ол кожаңызға, теріңізге өте жақсы әсер береді. Егер өзіңіз осындай массажды білетін болсаңыз, бетке арналған, осы креммен жасаған өте дұрыс. Бетті ғана ылғандандырып қоймай, мойынға да мән беруді ұмытпаңыздар.